Туыстардың арасындағы қарым-қатынас адам өміріндегі ең нәзік әрі маңызды байланыстардың бірі. Бір ата-анадан тараған, бір шаңырақтың тәрбиесін көрген адамдардың бір-біріне жақын болуы табиғи нәрсе. Дегенмен жақындық әр нәрсені ашық айту керек дегенді білдірмейді. Кейбір жағдайларда туыстар бір-бірінен белгілі бір дүниелерді жасырғаны дұрыс болады. Бұл өтірік айту немесе алдау емес, керісінше сыйластықты, тыныштықты және татулықты сақтау үшін қажет даналық. Ең алдымен, туыстар бір-бірінен ұсақ реніштерді жасырғаны жөн. Күнделікті өмірде әр адам қателеседі, бір-біріне ұнамайтын сөз айтып қалуы мүмкін. Егер әрбір ұсақ кемшілікті бетке баса берсек, қарым-қатынас салқындайды. Мысалы, бір туыс уақытында хабарласпады, біреу шақыруға келе алмады, немесе бір сөз көңілге тиді. Осындай ұсақ-түйек реніштердің бәрін жинап айтып отыру тек араны алыстатады. Кейде кешіріммен қарау, жүрекке жақын қабылдамау туыстық байланысты сақтайды. Үндемей қалу әлсіздік емес, даналық белгісі. Екінші, туыстар табыс мөлшерін, қаржылық жағдайды толық ашып айтпағаны дұрыс. Әр адамның өмірі әр түрлі, біреудің жағдайы жақсы, дің жағдайы ошы болуы мүмкін. Егер біреу үнемі өз табысын, алған дүниесін айтып мақтана берсе, басқа туыстарда қызғаныш немесе ыңғайсыздық пайда болуы мүмкін. Әсіресе ақша мәселесі туыстар арасында жиі түсінбеушілік тудырады. Сондықтан қаржылық жағдайды орнымен, қажет кезде ғана айту дұрыс шешім. Бұл қарапайымдылық пен кішіпейілділіктің белгісі. Үшінші, басқа туыстар туралы жаман сөздерді жеткізбеу керек. Бір туыс екіншісі туралы ренішін айтып қалса, оны үшінші адамға жеткізу үлкен қателік. Өсек сөз тасу туыстық қарым-қатынасты бұзатын ең қауіпті нәрселердің бірі. Бір сөзден үлкен дау туындап, арада жылдар бойы сөйлеспей кететін жағдайлар да кездеседі. Сондықтан естіген жаман сөзді жүректе қалдырып, оны таратпау ақылды адамның ісі. Жақындардың арасында татулық болу үшін тілге ие болу өте маңызды. Төртінші, отбасының ішкі мәселелерін бәріне жария етпеу қажет. Әр шаңырақтың өзіне тән қиындықтары болады. Ерлі-зайыптылардың арасындағы түсініспеушілік, бала тәрбиесіндегі қиындықтар, қаржылық мәселелер. Осындай жағдайларды барлық туыс қайтып жүру кейде жағдайды ушықтырады. Біреулер дұрыс түсінбейді, біреулер артық кеңес береді, енді біреулер сырттай сөз қылады. Сондықтан отбасылық құпияны сақтау отбасының беріктігін сақтаудың бір жолы. Әр мәселені өзара сабырмен шешкен дұрыс. Бесінші, ашу үстінде айтылатын сөздерді жасырған жөн. Адам кейде эмоцияға беріліп, жүрегінде жоқ ауыр сөздерді айтып қояды. Егер сол сәтте ойға келгеннің бәрін айтып салсақ, кейін қатты өкініп қаламыз. Сондықтан ашулы кезде үндемей қалу, сабырға келіп барып сөйлесу ең дұрыс шешім. Бұл туыстар арасындағы сыйластықты сақтайды. Сонымен қатар туыстар бір-бірінен барлығын жасырмау керегенін де ұмытпаған жөн. Қажет кезде көмек сұрау әлсіздік емес. Егер адам қиындыққа тап болса, ауырып қалса, немесе үлкен мәселе туындаса, оны жасырып жүру дұрыс емес. Туыстардың бір-біріне тірек болуы туыстықтың мәні. Қиындықты бөліскенде жеңілдейді, қуанышты бөліскенде көбейеді. Шынайы құрмет пен сүйіспеншілікті де жасыруға болмайды. Көп жағдайда адамдар жақсы көретінін, бағалайтынын айтуға ұялады. Бірақ жылы сөз, жақсы ниет туыстардың арасын жақындатады. Рахмет, сені бағалаймын, жақсы көремін деген сөздер қарапайым көрінгенімен жүрекке жылу береді. Қорытындылай келе, туыстардың арасындағы қарым-қатынас тепе-теңдікке негізделуі керек. Барлық нәрсені ашық айтып, бір-бірін ренжітуде дұрыс емес, бәрін іште сақтап, суық жүруде дұрыс емес. Даналық қай жерде үндемеу керек, қай жерде ашық айту керек екенін білу. Ұсақ ренішті жасырған дұрыс, бірақ үлкен мәселені жасырмау керек. Өсек пен жаман сөзді жасыр, ал жақсылық пен қамқорлықты жасырма. Туыстық байланыс өмірдегі ең үлкен байлықтардың бірі. Ақшада, дүниеде уақытша, ал жақын адамдар адамның тірегі. Сондықтан туыстар бір-біріне мейірімді, сабырлы және түсіністікпен қараса, арадағы байланыс берік болады. Кейбір нәрсені жасыру алдау емес, ол тыныштықты сақтау үшін жасалатын ақыл. Ал шынайылық пен құрмет әрдайым ашық болуы тиіс.